Селям алейкум, Милет телеканалында Ава Арарыты студияда Лиле Виджат çalışmakta. Алимлерінің айтқанларына көре, ер түбінде теренде ириген демір ақымының сүрияты артмақта. Бұл демір ақымының сыжалығы күнеш үстіндікке олған арареттен да бұйық екен. 2000 сенеден башлап 420 километр кенлігінде олған бұйық ақым өзінің сүриятыны 3 кереге да артырды. Вешімді Сибирия тарафларында ерлешіп, Авропа тарафқа елда 40-45 километрге якынлаша екен. Адесені огренген алимлер ақымының сүрияты не үшін артқаныны да білмелер. Ама дейлер кі, бұл денешмелер көремізінің ішінде миллиард еллар евелсі пейда олып башлады. Енді есе синоптиклерінің ава тахминлеріне кечейік. Cumhuriyetimizin garbında кезле вяқмечете күн бойы көк бұлытлы olacak. Yağanaklar tahmin etilmей, ава arareті саба 2 derece soğuk, күндіз 0-дан yukarı 1 derece, gece ise 4 gradus soğuk olacak. Қырымның ялы бойында Ялта Виалуштада бұлытлар көкні сабадан қаплап алып, ақшамға қадар сытық ава яратажақлар. Күн бойы яғанақлар тахмин етілмей, тек ақшамға қар яғмасы бекленіле, саба 1 дереже суық, күндіз 0-дан yukarı 2 дереже, геже есе 0 тахмин етіле. Ярымадамызның ғарбында кефе керич весудақта да бұтын күн бұлытлы ава үкім сүрежек. Күн девамында весон ақшамға күшлешежек, қарлы яғмур бекленіле. Саба 1 дереже суық, күндіз 0-дан yukarı 2 градус, геже есе 3 дереже суық тахмин етіле. Ақярда да күн бұлытлы кечежек, ава арареті саба 1 дереже суық, күндіз 0-дан yukarı 1 градус, геже есе 2 дереже суық бекленілмекте. Ярымадамыздың мерkezінде вяқ междетте де бұтын күн бұлытлы olacak. Күннің ярысы яғанақсыз кечежек, тек ақшамға қар яғмасы бекленіле. Ава арареті саба 5, күндіз 2, геже есе 7 дереже суықны тешкіл етежек. Кейфіңіз көтеріңкілі олсын, Милет телеканалынан айрылмаңыз.